Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге заварной пирожныйдың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен каналға жазылып, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Жылдам дайын болатын бұл пирожныйды балалар да өте қатты жақсы көреді. Сонымен бізге қажетті 300 мг су, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер саламыз. Үстінен сары майымызды салып, қайнатып аламыз. Суымыз қайнап шыққан соң үстінен ұнды салып, жақсылап тұрып тоқтатпай араластырамыз. Ұндағы ешқандай түйіршік қалмауы қажет. Бір келкі болған жағдайда отымызды өшіріп, суытуға аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бір келкі болды. Енді бұны бөлек ыдысқа салып, кішкене суытып аламыз. Суыған тестамыздың үстіне мен 7 жұмыртқа салдым. Біреу-біреулеп салып, аз-аздан араластырып отырамыз. Міне осындай қою масса дайын болды. Бұдан сұйық болып кетпеуі қажет, өйткені формаға келмей қалуы мүмкін. Міне осындай болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай. Менде 7 жұмыртқа кетті. Аз-аздан сала отырып араластырсаңыздар, сұйық болып кетпейді. Кондитерский мешогымызға салып, форма беріп аламыз. Форманы өз қалауларыңызша ұзыншақ етіп жасауларыңызға да болады. Маған осындай ыңғайлы болғандықтан осылай жасадым. 180 градуста 35-40 минуттай баяу отта пісіреміз. Жоғары отта пісірмеңіздер, жарылып кетуі мүмкін. Енді бізге заварной крем дайындап алу қажет. Шекер, жұмыртқа, кукурузный крахмал, ванилин салып, барлығын жақсылап араластырып, үстінен қызып тұрған сүтімізді құйып, барлығын жақсылап тұрып араластырып, отқа қоятын боламыз. Қою масса дайын болғанша, креміміз қою болғанға дейін қайнатып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қоюланды. Тоқтатпай араластыру қажет, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай. Заварной кремге ұн қосып, кукурузный крахмалдың орнына ұн салуға да болады. Бірақ та кукурузный крахмалмен өте нәзік, дәмі ерекше болып шығады. Сол себепті мүмкіндігі барынша кукурузный крахмал қосылуға тырысыңыздар. Мінекей бізде креміміз дайын, енді суытамыз. Бөлек ыдысқа алып, осылай салып, үстінен пленка жабып, бөлме температурасына келгенге дейін қойып қоямыз. Енді бізге сары май қажет, 100 грамдай. Бұл да сары майымызда бөлме температурасында болуы қажет. Кішкене көпіртіп алып, содан соң жаңағы дайындап алған кремімізді суығаннан соң барып, аз-аздан қоса отырып, сары майымызды көпіртеміз тағы да. 2 ас қасықтан қоса отырып көпіртірдім. Міне дайын болды креміміз. Дәмі өте керемет, формасын өте күшті ұстайды. Медовый тортқа да барлық тәттілерге қолдануға болады. Өз қалауларыңыз бойынша сары майдың орнына сливки, 33% сливки қолдансаңыздар да болады. Творожный сыр қоссаңыздар да болады. Ол кезде дипломат кремі келіп шығады, дәмі өте керемет болады. Міне біздің дайын болған заварной тесталарымызды осылай ортасынан бөліп алып, ішіне кремімізді жағып шықты. Үстінен осылай сахарный пудра сеуіп шықтым. Өз қалауларыңыз бойынша безендірулеріңізге болады. Жеміс жидектермен де үстінен мен осылай шоколад жағып шықтым. Өз қалауларыңыз бойынша әрине безендірулеріңізге болады. Сонымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.